Катаракта көздің ең қауіпті ауруларының бірі. Бұл көз жітілігін төмендетіп қоймай, ақырында толық соқырлыққа әкелуі мүмкін. Статистика бойынша көрудің нашарлауы деген шағыммен келген науқастардың 1/3 бөлігіне осы диагноз қойылады. 10 адамның 9-ында бұл ауру жасқа байланысты болып табылады. Сонымен қатар, егде жастағы адамдардағы соқырлыққа осы катаракта әкеледі. Статистика жас ұлғайған сайын нашарлайды. Егер 50-60 жаста бұл ауру адамдардың 5%-ында болса, 70-80 жаста науқастардың саны 9 есе ұлғаяды, яғни 45% болады. Катаракта көз бұршағының жартылай немесе толық бұлыңғырлануы, көру қабілетінен толық айырылуға алып келуі мүмкін. Статистика бойынша окулиске көрудің нашарлауы сияқты шағыммен келетін науқастардың 1/3-іне осы диагноз қойылады. Катаракта неден болады? Жоғарыда айтып өткеніміздей, жасқа байланысты белең алатын ауру. Демек, адам қартайған сайын көру қабілеті нашарлайды. Жанарының алдын қараңғылық қаптап бұлдырай бастайды. Одан бөлек, көз жарақат алса, химиялық немесе термиялық соққы алса, көзге ұзақ уақыт ультракүлгін сәуле түссе, алыстан нашар көрсе, қант диабетіне шалдықса, глаукома, көздің ішкі тор қабығы қабатталса және басқа да көз ауруларына шалдықса, соны катарактаға алып келеді. Ал балалардағы катарактаның пайда болуына тұқым қуалаушылық, жүкті кезіндегі қабылдаған дәрілер, сәби кезінде жұқтырған инфекциялық ауру, анасы жүкті кезінде қабылдаған темекі мен ішімдік себеп болады. Мұндай дертке шалдыққан балаларға офтальмолог дәрігер ота жасауды ұсынады. Егер 2 жасқа дейін ота жасалса, сәтті әрі нәтижелі болады. Егер уақыт өткізіп алса, баланың көз жанарын қалпына келтіру қиындау болмақ. Сондықтан да ана бала денсаулығы үшін өте батыл шешім қабылдауы керек. Катарактаның белгілері. Негізгі белгісі көздің көмескі тартуы, яғни кез келген нәрсе бұлыңғыр болып көрінеді. Оған қоса, қарашықтың мөлдірлігі жойылып, түсі өзгереді. Көзге қос көрінеді. Көзілдірік немесе линза кигенде ғана айнала анық көрінеді. Қараңғы түскенде көздің алдын дақ басады. Түсті ажырата алмайды. Жарыққа қарау қиындайды. Егер осы және өзге де жайсыздықтар мазаласа, міндетті түрде көз дәрігеріне тексерілу керек. Диагностикасы. Диагнозды қою үшін аспаптық және электрофизиологиялық әдістер, көздің жітілігін, көздің көру аймағын анықтау, көзішілік қысымды, қасан қабықтың алдыңғы қисықтығын өлшеу, көз түбін қарау қолданылады. Зерттеудің электрофизиологиялық әдістеріне электрлік сезімталдықтың табалдырығы, көру жүйкесінің орнықсыздығы және жылтылдаулар бірігуінің критикалық жиілігі жатады. Емі, көз бұршағының бұлыңғырлануы қайтымсыз үрдіс болғандықтан, көру қабілетін қалпына келтіру үшін хирургиялық ем көмектесуі мүмкін. Ота жасау барысында туннельді экстракция мен дыбыстық фокоэмульсикация қолданылады. Туннельді экстракция кезінде зақымданған көз бұршағын ұзындығы 3-5 мм артық емес микроскопиялық тілімдер арқылы алып тастайды. Ультрадыбыстық фокоэмульсикация кезінде көз бұршағы ұзындығы 2 мм-ге дейінгі тілімдер арқылы дыбыс көмегімен алынады. Тілімдер тігуді қажет етпейді, себебі олар
өздігінен регенерацияланады. Алып тасталған көз бұршағының орнына көз аппаратына интраокулярлық линза салынады. Ол алынған дененің қызметін толықтай атқара алады. Катарактаны отасыз емдеуге бола ма? Мұның нақтысын дәрігерлер айтады. Ең тиімді әрі сенімді емі микрохирургиялық ота екен ескеріңіз. Ота кезінде бұлыңғыр болған жанарды алып, орнына жасандысын қояды. Науқасқа жергілікті жерге жансыздандыратын дәрі егіледі. Сосын ота жасалады. Ота ұзағымен 15-20 минут уақыт алады. Ота сәтті өтсе, науқас ертеңіне-ақ үйіне жіберіледі. Ота жасалған науқастың күтімі қандай? Науқас денсаулығына аса күтіммен қарауы тиіс. Салауатты өмір салтын ұстануға міндетті. Салқын не ыстық ауаға шығуға болмайды. Кітап оқуға, теледидар қарауға, жазуға рұқсат етілмейді. Ауыр зат көтеруге, жүгіруге, секіруге болмайды. Ыстық моншаға, бұлауға түсуге, суда жүзуге тыйым салынады. Газды, алкогольді сусындар ішуге болмайды. Мейлінше көз саулығына мұқият болып, дәрігер тағайындаған тамшыны үзбей тамызып жүру керек. Катарактадан қалай сақтану керек? Көз ең маңызды әрі керек мүше. Онсыз айналаны қараңғылық қаптайды. Жүрегіңізді де, санаңызды да соқырлық билейді. Көз жанарынсыз ештеме қызық емес. Сондықтан да көзге ерекше күтім қажет. Оның саулығына өте мұқият болғаныңыз жөн. Көзді вирустық, инфекциялық аурулардан қорғаңыз. Қандай да бір жайсыздық сезілді ме, дереу көз дәрігеріне тексеріліңіз. Көздің қызаруы, жасаурауы, қышуы қандай да бір дерттің бастау алғанын білдіреді. Егер жанарыңызды қараңғылықтан сақтағыңыз келсе, онда темекіден, спиртті ішімдіктен мүлде бас тартыңыз. Артық салмақпен күресіңіз. Физикалық белсенділік танытыңыз. Үнемі қозғалыста болыңыз. Көзді ультракүлгін сәуледен қорғаңыз. Міндетті түрде көзілдірік киіңіз. Жылына 2 рет көзіңізді тексертіп тұрыңыз. Көзді жарақат алудан, ұрып алудан, жырып алудан сақтаңыз. Күнделікті тамақтану мәзіріне көкөністер мен жемістерді қосыңыз. Құрамы А және Е дәруменіне бай азықтарды көбірек тұтыныңыз. Алайда алдын алу шараларына қарамастан, аурудың айналып өтетініне кепілдік берілмейді. Қауіп-қатер тобына 65 жастан асқан барлық адамдар кіреді. Жарықтың өшкенін қаламасаңыз, жанарыңыздың саулығын сақтаңыз. Жанарыңыз арқылы барлық жақсылықты, жақсы нәрсені көре аласыз. Достар, видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай болмашы әрекетіңіз бізді жаңа әрі пайдалы видео шығаруға шабыттандырады. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетіңіз. Аман сау болыңыздар.